Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasul Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату, құрметті бауырлар. Алла субхана тағала қасиетті мешітке басып келген қадамдарын сауаптан жазсын. Алла тағала барша мұсылмандарды Алла тағаланың дініне берік күйде дүниеден жандарын алып, және осы дүниеде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам салып кеткен сара жолмен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сүннетінде жан тапсыруды Алла баршамызға нәсіп етсін. Біз сіздермен бірге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қадір қасиетін насихаттайтын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адамзатқа мейірім ретінде келгендігін баяндайтын имам Қади Ияд рахимахуллаху тағаланың Аш-Шифа бит-Та'рифил Хуқуқил Мустафа кітапта дәрістер өткізудеміз. Және біз баяндағанымыздай кітапты негізі имам Қади Ияд 4 бөлімге бөлген. Соның бірінші бөлімі Алла тағала қасиет Құранда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қадір қасиетін білдіретін аяттар топтамасымен танысудамыз. Және дәл қазір өтіп отқан бөліміміз 4-ші бөлім. Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шынайы елші екенін баяндау үшін Алла тағаланың ант ішуі. Шын мәнінде бұл Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ақиқат жолында. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келген дін, ислам тек қана адамзатты бақытқа және адамзат тек қана жақсылыққа бастайтын дін екенін, және сол діннің көсемі ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам екенін баяндайтын аяттармен танысудамыз. Және өткен сабақта біз естеріңізде болса, егжей-тегжей Нәжім сүресінің аяттарымен бөліскенбіз. Нәжми иза хауа ма долла сахибик ва ма хауа. Оның алдыңғы дәрістерде біз сіздермен бірге Духа сүресіндегі Алла тағаланың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қаншалықты ұлы тұлға екенін баяндайтын Духа сүресінің аяттарымен танысқан болатынбыз. Енді имам Қади Ияд рахимахуллаху тағала ары қарай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қадір қасиетін бізге сезіну үшін Құран аяттарымен бөлісін жалғастырады. Және қайтадан айтыламын, бұл бап ант ішу, яғни біз қоғамда немесе адамдардың арасында біздің сөзіміз өту үшін, біз атты мойындату үшін кейбір кезде ант ішемін. Айтуымыз мүмкін, мен ант ішейін, менің досым жандос ешкімді алдамайды деп. Сіз ант ішесіз, Аллахтың атымен жандос деген досыңыздың сізді ешқашан алдамайтындығын. Немесе мен ант ішейін, ол ондай іс-әрекет істеуі мүмкін емес деп сіз ант ішесіз. Не үшін? Өйткені сіз өзіңіздің досыңыздың дәрежесін көтеру үшін. Тура сол сияқты Алла тағала Құранда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ақиқат деген баяндап, көптеген жерлерде ант ішеді. Соның бір көрінісі Таквир сүресінің 15-ші аятында Алла тағала былай деп ант ішеді. Фәлә уқсиму бил хуннас. Әлбетте Алла тағала мен ант ішемін дейді. Немен деген кезде хуннас. Хуннас көпшілік тәпсір ғалымдарының пікірінше бұл жұлдыздар. Жалпы араб тілінде хуннас деген сөз ол қашып кетуші, көзден тығылып қалушы, паналанып қалушы деген мағынаны білдіреді. Ал енді неге жұлдызға осындай мағына айтады? Өйткені жұлдыз, құрметті бауырлар, күн шыққан кезде өзінің ұясына кіре бастайды. Тура сол сияқты Алла тағала да Құранда фәлә уқсиму бил хуннас деп осы жұлдыздармен ант ішуде. Бұл сөзді тіпті біз кейбір кезде шайтанға қатысты қолданамыз. Мысалы, егер біз ойымызға жаман ой келсе, тағысы сияқты бір ойлар келетін болса, шайтаннан болған, онда бізге сүннетіміз бойынша, дініміздің үйреткен әдебі бойынша ауыз биллахи минаш шайтанир ражим деген кезде шайтан ол жерден қашады, тығылып қалады. Немесе ханнаса деген сөздің тағы бір мағынасы, құрметті бауырлар, ол елікке айтады. Елік жайылып жүрген кезде жан жақтан жыртқыштар келіп қалмау үшін тығылып жүреді. Тура осы сөзді ханнас деген сөзді Алла тағала Құранда жұлдызға қолданады, тығылып тұрушы. Өйткені не үшін тығылады? Егер күн шығатын болса, жұлдыздар бейне бір тығылып қалатын сияқты болады. Сол себепті Алла тағала қасиет Құранда осы фәлә уқсиму бил хуннас жұлдыздармен ант ішеді. Не үшін ант ішеді? Қазір ең соңында біз баяндайтын боламыз. Ең бірінші кезекте, құрметті бауырлар, біз өткен сабақта айтқан болатынбыз, Алла субхана тағала егер бір затпен ант ішетін болса, оның бірнеше мақсаты бар. Сол бір мақсаты сол ант ішіп жатқан заттың маңыздылығын түсіндіру үшін. Өткен дәрісте айтқанымыздай, Алла тағала уақытпен ант ішеді, өйткені уақыт маңызды. Алла тағала Тур тауымен ант ішеді, өйткені Тур тауында Мұса пайғамбарға Таурат кітабы түскен. Тура сол сияқты Алла тағала ант ішкен кез келген затқа мән берсеңіздер, оның маңыздылығын білдіреді. Енді Алла тағала осы аятта, құрметті бауырлар,
жұлдызбен ан ішеді. Жарқырап тұрған жұлдызымыз, сонымен Алла Тағала ан ішіп жатыр. Ол жауарил күннас. Және келесі аятта Алла Тағала ол жауарил күннас дейді. Жауарил күннас дегеніміз ол көпшілік ғалымдардың пікірінше Алла Тағала жұлдыздарға ан ішеді. Сонымен қатар егер бізде ереже бойынша күн шығатын болса, ай көрінбей қалады. Ай шығатын болса, күн көрінбей қалады. Екеуі бір-бірінен тығылып жүреді. Негізі араб тілінде канас деген сөз, каннас деген сөз жыртқыштың апанынан немесе ұясын айтады. Мысалы үшін түлкі немесе қасқыр жыртқыштардан немесе адамдардан тығылатын болса, кейбір өзінің ініне кіріп кетуі мүмкін. Тығылып қалады, көрінбей қалады. Тура сол сияқты ай мен күн мен ай да бір-біріне қашып жүреді. Ай кіретін болса, ай шығатын болса, күн көрінбей қалады, күн шығатын болса, ай көрінбей қалады. Екеуі бір-біріне қашып, бейне бір апанына кіретін аңдар сияқты. Енді Алла Тағала баяндайды, ол жауарил күннас, осылайша Алла Тағала ай мен күнге де ант ішеді. Ол лейли ида ас. Сонымен қатар Алла Тағала кешке ант ішеді. Кешке ант ішеді деген осы уақыт. Дәл қазір біз түнде отырмыз, осы уақыт араб тілінде лейл, түн деп атайды. Ас деген сөз мағынасы келуші және кетуші деген сөз. Араб тілінде кейбір етістіктер бар, екі түрлі мағынаны бірге қамтиды. Келуді және кетуді меңзейді. Немесе тура сол араб тілінде кейбір сөздер бар, бір уақытта екі мағына қатар қамтиды. Мысалы үшін мәулә деген сөз бар, бір уақытта құл деген мағынаны береді, екінші уақытта қожайын деген мағынаны білдіреді. Бір қарасаң, бір мағынасына қарама-қайшы. Тура сол араб тілінде ас деген сөз мағынасы келуші және кетуші. Өйткені түннің екі сипаты бар. Қазір мысалы түн келіп тұр, егер таң атқан кезде түн кетеді. Алла Тағала осылайша келуші және кетуші түнмен де ант ішеді. Уал-лейли иза ас. Сосын барып Алла Тағала айтады: Уас-субхи иза танаффас. Уал-лейли иза ас. Осылайша келуші және кетуші кешке Алла Субхана Тағала ант ішеді. Бұл нәрселердің бәрі ұлы жаратылыстар, құрмет бауырлар. Және осы жаратылыстардың бәрі Алла Тағала баяндап атқан. Бізбен істері көп нәрсені аңғарту керек. Түнімізде келуші және кетуші. Тұрақты еш нәрсе жоқ. Жарқырап тұрған жұлдызда жарқырап тұрып, таң атқан кезде қайтадан жоқ болады. Ай мен күнде бар, бірақ олар уақыт өте келгенде жоқ болады. Әрбір зат тұрақсыз дүниелер. Сіз айдың шыққан кезде және күннің шыққан кезде сәл ойланатын дүниеміз, олардың ешқайсысы тұрақсыз. Әрқайсысының белгілі мерзім ғана бар, сосын кетеді. Түннің өз уақыты келеді, ол да кетеді. Яғни ешқандай зат, құрмет бауырлар, тұрақсыз. Сонымен қатар Алла Тағала баяндайды: «Уас-субх иза танаффас». Және Алла Тағала ант ішкен нәрсесі ол таң уақытысына. Таң уақытысы. Алла Тағала бейне бір таң уақытысын, танаффас деген сөз мағынасы ол демалу деген мағынаны білдіреді. Араб тілінде нафас деген сөз, адам демалып дем шығаратын болса, араб тілінде оны нафас деп атайды. Алла Тағала Құранда уас-субх иза танаффас, егер таң дем алғанда деп айтатын болса, тікелей айтатын болсақ, таң дем алған кезде. Осыған қатысты тәпсір ғалымдар былай түсіндіреді: түннің келуі бір қараңғылық болатын болса, ал таң келген кезде адамның бір кең тыныспен демалған көрінісі. Кейбір кезде кейбір кісілер ұзақ уақыт мұрындар бітеліп жөн тыныс ала алмай жүреді ғой. Сосын барып таң кең көкірекпен дем алған кезде бір рахат сезінеді. Егер білсеңіздер, біздің Қазақстан аумағында Боровой дейтін елді мекен бар ғой, Ақмола облысында. Сол жақта жаңағыдай туберкулез ауруратындар немесе көкірек, өкпеге қатысты кейбір дерттер бар кісілер болатын болса, сол өңірге барып ем қабылдаса, онда астмамен ауыратын кісілер немесе туберкулезбен ауыратын кісілер соларға шипа болады. Өйткені сол жақта бөлінетін, қарағайдан бөлінетін этил майлары адамның өкпенің жұмыс істеуіне өзінің үлкен септігін тигізеді. Сол ұзақ уақыттан бері жөн демаламай жүрген кісілер сол жаққа барып, дерттеріне шипа тауып, демалғанда тыныстар кең ашылады. Тура сол сияқты Алла Тағала Құранда уас-субх иза танаффас деп атайды. Таң келген кезде демалатын таңмен Алла Тағала ант ішеді. Неге деген кезде кейбір ғалымдар айтады, түсіндіріп, адамдар қараңғылықта жатқан еді дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дінді әкелген кезде
адамдар жаңағыдай ұзақ уақыт демаламай жүріп, сол исламның таң атқан кезде адамдар кең тыныспен демала бастағанның көрінісі деп те түсіндіретін ғалымдар бар. Яғни діннің келуімен ұзақ уақыт жөнді тыныс аламай, ұзақ уақыт қараңғылықта жүрген кісілер осы дінмен, Алла Тағаланың қалауымен ары қарай кең тыныс алады. Алла Тағала осы нәрседен құрмет барлар ант ішеді. Сосын бар айтады: иннаху лақаулу расулин карим. Шын мәнінде бұл қасиет Құран кәрім, құрмет барлар, бұл құрметті болған елшінің сөзі. Бұл жердегі елші деген нәрсе Жибрил періште. Және Құранда Алла Тағала сипаттаған кезде шын мәнінде бұл кітапты құрметті елшінің сөзі. Сол жерде біреу сұрауы мүмкін, қалайша елшінің сөзі, бұл Құран кәрім Алла Тағаланың кітабы емес па деп. Жақсы құрмет барлар, енді уақыт пайдаланып ары қарай жалғастырайық. Осылайша құрмет барлар, Алла Тағала қасиетті Құранда ант ішіп жатыр. Санап қарасақ, фәлә ұқсим бил хуннас, Алла Тағала жұлдызбен ант ішеді. О жауарил күннас, келіп кетуші ай мен күнге. О лейли иза асғас, келуші және кеш түнге. О субх иза танаффас, таң атқан кездегі таң бозарып атқан таңға Алла Тағала ант ішеді. Ары қарай иннаху лақаулу расулин карим. Шын мәнінде бұл қасиетті Құран кәрім ол елшінің, яғни бұл жерде мақсат Жибрил періштенің түсірген кітабы. Және білесіздер, Алла Субхану тағала жер бетіне түсірген періштелердің әрбір қайсысының қызметі болған. Сол періштелердің арасында ең басты періште Жибрил періште болып есептелінеді. Өйткені Жибрил періштенің қызметі басқа періштеге қарағанда ол кісі уахи түсіретін періште болған. Сол себепті Алла Тағала әрқашанда Жибрил періштені сипаттағанда осындай құрметті есімдер сипаттаған. Иннаху лақаулу расулин карим. Және бұл Құранды Жибрил періште Алла Тағаладан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бірден түсірген періште болып есептелінеді. ذي قوة عند ذي عرش المكين. Және бұл Жибрил періштенің Алла Тағаланың құзырындағы сипаттаған кезде ذي قوة дейді, күш құдіреті иесі деп айтады. Біз өткен сабағында айтқан болатын, Жибрил періштенің күш қуатына қатысты Алла Тағала қасиетті Құран бірнеше жерде айтады. Соның бір жерде Алла Тағала Жибрил періштенің қуатын сипаттаған кезде Лут пайғамбардың қауымы тұрған жерін Алла Тағала сол жерден, Жибрил періште сол жерден көтеріп, арш қайын көтеріп аударып жерген деп. Және дәл қазірде ғалымдардың айтуы бойынша жердің ең, бізде өлшейді ғой, надуруден море теңіз деңгейінен ең төмен жерде осы Жибрил періштенің төңкеріп жерген Лут қауымы орналасқан жер сондай деп. Өйткені Жибрил періште өзінің қанатымен әлгі жерді көтеріп жоғарыға апарып аударып жүрген кезде осында жерге төмен қарай кіріп кеткен деп ғалымдар айтады. Міне осы Жибрил періштенің қуаты жайлы Алла Тағала баяндайды. Өткенде Нәжім сүресінде айтқан, және осы Таквир сүресінде қайтадан қайталайды. Шын мәнінде Жибрил періште күш құдірет иесі дейді. Және Жибрил періштенің зил аршил мәкин, Алла Тағаланың құзырында Жибрил періштенің макана, яғни дәрежесі жоғары дейді. Жибрил періште, шынымен құрмет барлар, Алла Тағаланың құзырындағы дәрежесінің соншалық жоғары екенін баяндау үшін Алла Тағала өте көптеген аятта айтады. Немесе өзіміз көбісіміз білетін Қадыр сүресінде, Рамазанда оқитын Қадыр сүресінде де Алла Тағала сипаттағанда рух деп сипаттаған. Құранда көп жерде рух деп келетін болса, құрмет бауырлар, ол Жибрил періште меңзейді. Алла Тағала осы Жибрил періштенің күш қуатын айтады, және Жибрил періштенің Алла Тағаланың құзырында дәрежесінде осылайша келтіреді. Ары қарай айтады: мутағин самма амин. Және Жибрил періштенің сонша құрметке иелігі, құрмет бауырлар, аспандағы періштелердің барлығы түгелдей Жибрил періштеге бағынады. Яғни періштелердің арасындағы біздің тілмен айтатын болсақ номер бірінші періште ол Жибрил періште. Алла Тағала ашық айтады: мутағин самма амин. Бұл Жибрил періште соншалықты ұлық, және Жибрил періштеге бүкіл періштелердің бәрі бағынады. Енді қараңыздар құрмет бауырлар, жаңа айтқанымыздай Алла Тағала 5 жерде ант ішті. Ары қарай қосатын болса, иннаху лақаулу расулин карим, бұл 6-шы ант ішуі. Зи қувватин инда зил аршил мәкин, бұл 7-ші ант ішуі. Мутағин самма амин 8. Сосын барып осылай 8 рет Алла Тағала ант ішіп не айтқысы келіп жатыр? Ома сахибукум би мәжнун. Ей Меккенің халқы, бүкіл адамзат, сендерге жіберілген пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ол жынды емес дейді. Өйткені білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы дін насихат айтқан кезде Меккенің халқын бәрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жынды деп айтаған еді. Меккенің халқы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды ең көп аталы, құрмет бауырлар, кәхин. Бұл кәхин деген сөз
болашақтан хабар беруші, сиқыршы деген мағынада. Екінші пайғамбарымыздың шағир, ақын деп атаған, және пайғамбарымыздың ең көп естіген сөз мәжнун, жынды деген сөз. Құранда көп жерде Алла Тағала пайғамбарымыз қорғаған кезде бұл Мұхаммед жынды емес деп көп қорғайды. Мына Меккенің халқы осып айтқан кезде Алла Тағала баяндап отыр: "Ома сахибук би мәжнун", ей адамзат, сендерге мейірім ретінде келген пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ол жынды емес деп ескертіп жатыр. Осы сөзді айту үшін Алла Тағала 8 рет ант ішеді. Сосын барып адамзатқа пайғамбарымыздың қадір қасиетін білу үшін қайтадан ант ішеді: "Ей бұл Мұхаммед сендерге жынды емес" деп. Қазір Алла сәтін салса, сіздерге осы пайғамбарым саллаллаху алейхи уассаламды жынды деп айтқан адамдардың соңы қандай болған, сонымен танысатын боламыз. Алла Тағала басқа Құранда Қалам сүресінде тура осындай айтады: пайғамбарым саллаллаху алейхи уассалам жынды деп айтқан адамдардың жағдайы қандай болған, соны түсіндіретін боламыз. Алла Тағала Таквир сүресін ала жалғастырады: "Уалақад рааху би уфуқил мубин". Бұл айтылып жатқан аятта, құрметті бауырлар, Жибрил періште мен пайғамбарым саллаллаху алейхи уассалам арасындағы байланыс. Өткенде біз Нәжім сүресін айтқан болатынбыз. Алла Тағала пайғамбарым саллаллаху алейхи уассалам Жибрил періштемен өз бейнесінде екі рет көрген айтқан болатынбыз. Бірінші кездесуі ең бірінші Хира үңгірінде пайғамбарым саллаллаху алейхи уассаламға уахи түскен кезде Жибрил періштені өз бейнесінде көрген, және екінші рет пайғамбарым саллаллаху алейхи уассалам Миғражға көтерілген кезде де Жибрил періштемен кездескен. Екі рет Жибрил періштені өз бейнесінде көрген. Бұны Алла Тағала Құранда айтады. Не үшін өз бейнесінде айтып жатыр? Өйткені пайғамбарым саллаллаху алейхи уассалам Жибрил періште кейбір кезде өз бейнесінде емес, адам бейнесіне келген. Және періштерге тән нәрсе, құрметті бауырлар, періштелер көркем, әдемі бейнеге ене алады. Пайғамбарым саллаллаху алейхи уассаламға көбінесе Жибрил періште адамдардың бейнесіне келген, адамдардың ішінде Дихятул Кәлби дейтін сахаба бейнесіне келген. Ғалымдар неге сол сахабаның бейнесіне келді дегенге қатысты жауап береді. Өйткені Дихятул Кәлби сахабалардың арасында текті рудан болған, және екінші ол кісінің түр әлпеті әдемі болған дейді. Өйткені періштелер өзі әдемі жаратылыс болғаннан кейін әдемі бейнеге кіреді. Пайғамбарым саллаллаху алейхи уассалам көбінесе осы ер адамның бейнесіне келген. Оған бірнеше хадистер бар. Және пайғамбарым саллаллаху алейхи уассалам тағы да баршамызда белгілі болғандай, әлгі періште келіп, адам бейнесіне келіп, аппақ киіммен, шашы қара болып, тізесін пайғамбарым саллаллаху алейхи уассалам тізесін тіреп тұрып сұраған үш нәрсе бар, баршамыз белгілі болған. Ислам дегеніміз не, иман дегеніміз не, ихсан дегеніміз не. Сол кезде Жибрил періште пайғамбарым саллаллаху алейхи уассаламға адам бейнесіне келген. Сол жерде егер сұрақ туатын болса, неге соншалықты Жибрил періштені өз бейнесіне көру маңызды? Өйткені көбінесе Жибрил періште адам бейнесіне келетін болған. Алла Тағала осы Таквир сүресін баяндайды: "Уалақад рааху бил уфуқил мубин". Алла Тағала пайғамбарым саллаллаху алейхи уассалам Жибрил періштенің өзінің бейнесін Миғраж түнде әлгі Сидрат Мунтахада пайғамбарым саллаллаху алейхи уассалам Жибрил періштенің өз бейнесінде тағы да көруді нәсіп еткен. Бұндай ерекшелік, құрметті бауырлар, көптеген пайғамбарлық берілген дүние емес. Бұл біздің пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам берілген үлкен ерекшеліктен бірі. Ома хуа ала ғойби бидонин. Және пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам өзіне түсірген уахиды жасырып қалушы емес. Андай дүние бар, құрметті бауырлар, біз өткен сабақтарымызда қайталаған болатынбыз. Пайғамбарларға тиісті міндет болған 4 сипат бар. Егер бұл 4 сипат болмайтын болса, оны біз пайғамбар деп атай алмаймыз. Сол пайғамбарларға міндет сипаттардың бірі таблиғ деп аталады. Таблиғ деген сөз өздеріне түсірілген уахидың бәрін жеткізуге міндеттелген. Пайғамбар егер бір нәрсе жасырып қалатын болса, ол өзінің міндетін орындамауы есептелінеді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға Аллах тарапынан қандай міндеттеме жүктелген болса, соны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам түгелдей жеткізіп болды. Еш нәрсені жасырып қалған жоқ. Сол жерде Алла Тағала баяндайды: "Міне, ома хуа ала ғойби бидонин". Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ешқандай затты жасырып қалған емес. Алла елсі бәрін бізбен сіздерге жеткізіп кеткен. Ома хуа би қаули шайтан раджим. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтып жүрген сөздердің бәрі, қасиет барлар, Құран, қасиетті кітап, ислам дінінің бәрі, құрметті барлар, ол шайтанның әзіл емес, ол Алла Тағаланың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жүктеген нәрсе есептелінеді. Сол себеп, құрметті барлар, Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ақиқатта екенін білдірту үшін осындай ант ішкен. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тура жол екенін баяндап, бізге осындай құрметті бауырлар аяттар түсірген болатын. Енді бұл Құран, бауырлар, жаңа айтқанымыздай, ол Құранда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір ойы жоқ. Бұл Құранда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір нәрсе жасырып қалу мүмкін емес.
Бұл Құранды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі жат примерно осындай деп шығару мүмкін емес. Алла тағала Құранда айтады, егер Мұхаммед сен Құранға егер сен кішкентай бір нәрсе өзгертсең дейді, Алла тағала пайғамбарымыз сені күре табан үзіп тастаймыз дейді. Құранда құрметті аят бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Құранға өз тарапынан кішкентай нәрсе де қоса алмайды. Бұл Құранды Алла тағала өзі қорғаған соншалық пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ескертіп берсе, ей Мұхаммед, егер сен бір зат қосатын болсаң дейді, біз сенің күре тамызын үзіп тастаймыз дейді. Өйткені бұл Құранды Алла тағала өз тарапынан қорғаған, бұны ешкім өзгерту мүмкін емес. Сол себеп құрметті бауырлар, Алла тағала қасиетті Құран өзімен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тура жолда екенін жеткізу үшін осылайша ант ішкен болатын. Бұл сіздердің баяндағаныңыз бұл Таквир сүресінің құрметті бауырлар 15 мен 25 аяттардың бәрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қадір қасиетін сипаттайтын аяттардың бірі. Сонымен қатар құрметті бауырлар, бізде қасиетті Құранда Қалам деген сүре бар. Қалам деген сүре. Қалам сүресінің алғашқы беттерінде де Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жайлы сөз қозғайды. Білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның меккелік кезеңде Алла елшісіне өте көп зиян тигізген Меккенің басшыларының бірі Валид ибн Муғира деген кісі. Ол кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қай жақта болса да артынан қалмайтын болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тіл тигізуде, Алла елшісін келемеждеуде алдына жан салмаған кісі. Сол кісі бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам балағаттап Алла елшісіне мәжнүн деп атайды. Жаңа сіздерге айттым ғой, кімде-кім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды балағаттайтын болса, немесе пайғамбарға тіл тигізетін болса, соның соңы қандай болады, соны сіздермен бөліскім келіп тұр. Әлгі Валид ибн Муғира деген кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи тіл тигізеді. Не деп айтады? Мәжнүн дейді. Мәжнүн сөзі маған жынды деп айтады. Жаңа сіздерге айттым ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның меккелік кезеңінде ең көп естіген есімі сиқыршы, кәхин, сосын шағир ақын, сосын бар мәжнүн деген сөз. Осы сөздер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің туып өскен, өнген, сыйлаған халқы бірден өзгеріп кетіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи осындай сөздер айтады. Енді қараңыздар, осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи осындай сөз айтқан кісі ол Валид ибн Муғира болды. Алла тағала айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қадір қасиетін сипаттап, ей Мұхаммед, Раббыңның саған берген нығметімен сен мәжнүн емес, жынды емессің дейді. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға берген ең үлкен нығмет, құрметті бауырлар, ол пайғамбарлық. Ұстаздарымызға жиі айтады, қазір қоғам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды мықты әскери стратег болған, мықты мемлекет басқарушы болған, мықты андай болған деген сөздермен көп айтады, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ең үлкен ерекшелігі пайғамбар деген сөзді ұмыттырады дейді. Сол үшін де біздің білетін ең маңызды нәрсе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар таңдалуы. Пайғамбар деген сөз Аллахпен байланысқа түскен адам деген сөз. Бұндай үлкен нығметке пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бөлеген Алла тағала Құранда баяндап отыр. Ей Мұхаммед, Раббың сен пайғамбар қылды. Пайғамбар қылған адам қаяқтан мәжнүн, ақымақ болсын деп жатыр. Алла тағала арғы баяндайды, ей Мұхаммед, саған үздіксіз тосылмайтын сауаптар келе береді дейді. Және Алла тағала айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қадір қасиетін сипаттап, ей Мұхаммед, сен ең көркем мінезге лайықсың дейді. Осы аятқа қатысты бір араб ақын былай деп айтады, егер дейді бүкіл мақтауға лайықты Аллахтың өзі пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам мақтаған болса, онда саған кімнің мақтауы қажет дейді. Біз айтамыз ғой, қазір намаз оқығанда альхамдулиллахи роббил алямин, бүкіл мақтау Аллаға болсын айтамыз. Егер бүкіл мақтау Аллаға лайық болатын болса, сол Алланың өзі, құрметті бауырлар, пайғамбар мақтап жатыр. Ей Мұхаммед, шын мәнінде сен ең көркем мінезге иесің деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дәрежесін, құрметті бауырлар, әспеттеп жатыр. Егер арабтың грамматикасына білетін кісілер болатын болса, мына жақта грамматика ерекшелік таукид күшейтпелі шығайды қолданылады. Иннака, шын мәнінде, лағала тағы да күшейтіп, өте үлкен көркем мінезге Мұхаммед сен иесің деп Алла баяндайды. Ары қарай Алла тағала осы аяттар арқылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қадір қасиетін сипаттап береді да, енді контексті былай деп өзгертеді. Әлгі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тіл тигізген Валид ибн Муғираға қатысты аяттар. Қараңыздар. Ей Мұхаммед,
өтірікшілерге бойсынба. Бұл өтірікші әлгі Уалид ибн Муғира қатысты сөздер. Вадду ла tudhinu fayudhinun. Ей Мұхаммед, егер сен оларға айтқандарына көнетін болсаң, олар саған көндіре береді дейді. Бізде қазақта сөз бар ғой, несет, бұғысаң олар сұға береді деген. Сөйтіп, ей Мұхаммед, егер сен оларға бір берілетін болсаң, олар одан саман сені көндіре береді. Оларға сен Мұхаммед бойсынба дейді. Алла Тағала жалғастырады: «Уала тути'и кулла халлафин махин». Ей Мұхаммед, өтірік аңшып, қоғамда ешқандай қадір қасиет жоқ адамдармен сен оларға бойсынба. Әлі Уалид ибн Муғира қатысты сөздер. Хаммази машан бинамим. Және Мұхаммед бұл Уалид ибн Муғира болатын болса, адамдардың арасында өсек айтып, бірдің сөзін екінші тасып жүретін адам дейді. Ондайларға да бойсынба. Мандағын ил-хойру мұқтадин асим. Және Уалид ибн Муғираның табыр қасиеті, құрметті бауырлар, ол кісі өзінің туған бауырлары пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам артынан еріп дінге келейін десе, егер сен Мұхаммедтің артынан еретін болса, мен араласпай-ақ қой деп адамдар жақсылықтан тосатын кісі болған екен. Алла Тағала соны баяндап жатыр: «Мәннағил хойру мұқтадин асим». Бұл кісі Уалид ибн Муғира адамдар жақсылықтан тосатын кісі еді дейді. Отулин бағда зәлике заним. Және бұл дейді сондай жүрегі қатып қалған адам, және Алла Тағала ең соңғы айыбын айтады: заним дейді. Осы сөз Уалид ибн Муғира қатты деді. Заним деген сөз, құрметті бауырлар, араб тілінде тексіз деген мағынаны білдіреді. Егер мысалы үшін бір кісі, мысалы анасы басқа бір ойнастық істеп, сөйтіп аяғы ауыр болып келіп, мынау сенің балаң деп әкесіне өтірік айтса, осындай сөз араб тілінде заним деп атайды. Осы Уалид ибн Муғира қатысты ғалымдар айтады: Уалид ибн Муғира негізі тегі белгісіз болған дейді. Осы аят түскен кезде Уалид ибн Муғира өзін біледі ғой енді. Жаңа Құранда баяндалған 9 сипатқа қатысты айтады. 9 сипат мен жайлы дейді. Ол нақты Мұхаммедтің Раббысы мен жайлы айтып береді, мен келсем дейді. Бірақ 10-шы сипат тексіз деген сөз мен қабыл ете алмай жатырмын дейді. Сөйтіп Уалид ибн Муғира барады да анасын айтады: ана, Мұхаммедтің Раббысы сосын аяттар түсірді, ол жақта айтылған нәрсенің бәріне келсем, бірақ тексіз деген жерге мен келсем, мен қабыл ете алмай тұрмын деп айтады. Бұл не деген сөз деп түсіндіреді, сұрайды деп айтады. Егер ақиқат айтпайтын болсаң, қазір сен мойныңды жұлып аламын деп анасына осылайша ашуланып кіреді. Сөйтіп сұраған кезде анасынан екі риуаят келеді. Тәпсірші ғалымдар айтады. Бірінші көзқарас бойынша Уалид ибн Муғираның әкесі өте бай кісі болған, және ол белсіз адам болған. Сөйтіп ол кісі өзінің дүниеден қайтқаннан кейін ағайын туысын жұлып кетпесін деп әлгі біреудің баласын ертіп келген дейді, қойшының баласын. Бір хабар бойынша әкесі басқа біреудің баласын ертіп келеді, 18 жасына келеді, мынау мен балам деп айтады дейді. Бұл бір хабар бойынша. Екінші хабар бойынша әлгі Уалид ибн Муғираның анасы сондай бір оғаш қылық істеген. Әкесі белсіз болады да, ертеңгі күні әкесінің байлығына басқа біреу ие болады деп қорқады да, әлгі бір қойшы кісімен барып, содан ойнастық істеп, бала көтеріп келеді да, жаңа Уалид ибн Муғираның әкесіне мынау сенің балаң деп ұсынады. Осы тексіздігін жайлы ешкім білмейді. Алла Тағала жасырып қойған негізінде. Бірақ Уалид ибн Муғира пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мәжнун деп бір рет айтқан үшін Алла Тағала ол кісінің 10 айыбын ашады. Жаңа айтылған аяттардан бастап ең соңғы аятқа шейін 9, ең соңғы заним деген сөз 10-шы айыбы дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір рет сөз сөйлеймін деп Алла Тағала Уалид ибн Муғираның осылайша айыбын ашқан дейді ғалымдарымыз. Және Ибн Аббас айтады: біз дейді Уалид ибн Муғираның айыбынан асқан ешкімнің айыбын көрген емеспіз. Енді құрметті бауырлар, бәріміздің айыбымыз бар ғой, енді әрқайсысы артын қаза берсек айып жетеді, әрқайсының басымызда жетеді. Кім артынан түсетін болса табады ғой. Бірақ айтып келген дүние, бұл Құран біз оқимыз, сіздер оқисыздар, бала-шағаңыз оқиды, қиямет кейін болады. Сол қиямет қайымы адамдары Уалид ибн Муғираның айыбын көреді. Не себепті? Бірақ рез пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға мәжнун деп айтқан үшін дейді ғалымдарымыз. Бұндай айыпты Аллах Тағала ешкімге бермесін. Айып ашу дейтін нәрсе өте үлкен нәрсе ғой. Бірақ осылайша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға тіл тигізген үшін осындай жағдайға ұшырады. Осыған қатысты ғалымдарымыз айтады: қараңыздар дейді, пайғамбар бір рет тіл тигізіп осылайша істеген үшін 10 рет айып ашқан болса, енді керісінше кім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қадір қасиетін дәріптеп оған сауат айтатын болса, Алла Тағала оған 10 рет дәрежесін көтеріп қояды.
Сол үшін айтамыз ғой, құрметті бауырлар, салауаттың маңыздылығы жайлы. Өйткені біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қадір қасиетін жоғарылатқан сайын Алла тағала біздің қадір қасиетімізді көтереді. Егер кім деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан бір кемшілік іздеуге тырысатын болса, онда Алла тағала оны өзін осылайша төмендетіп қояды. Сол себеп кейбір кезде байқайсың, қоғамда да адамдар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келемез деп жататын адамдар болады. Кейбір кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір кезде шықты ғой, Алла елшісін карикатура істейтіндер, пайғамбарымыз салсын мүсініне келемез дейтіндер, пайғамбарымыз салсын бір іс әрекеттерін қатты сынға алып тағынысты әрекет істейтіндер көбейген болады қоғамда, өкінішке орай. Сондай кезде бірейік, құрметті бауырлар, кім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның осылайша кемсітетін болса, оның соңы осылайша Уалид ибн Муғираның соңы қандай болған болса, олардың да соңы солай болады деп ғалымдарымыз қатты ескертеді. Алла тағала баршамызды айыптарымызды жасырсын. Алла субхана тағала баршамызға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сүннетін берік болуды нәсіп етсін. Және Алла тағала баршамызға осы асыл дінімізді берік ұстап, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қадір қасиетін тірі кезде сезінуді нәсіп етсін. Ахир дауғана инальхамдулиллахи раббил аламин.